Қазақтың біртуар батыры Бауыржан Момышұлының келіні жазушы Зейнеп Ахметова жамбылдық аналармен жүздесті. Отбасы құндылығы ұлт тағдыры деп аталған басқосуда жанұядағы құндылықтар мен тәрбие туралы тұшымды ойлар айтылып, мазмұнды әңгіме өрбіді. Келелі кездесу туралы әріптесім тарқатады. Анаға тағызым облыстық әлеуметтік даму орталығында өткен кездесуде Зейнеп Ахметова аналық тәрбиенің маңызы, ұлттық құндылықтарды ұрпақ бойына сіңіру және Бауыржан Момышұлының өмірлік ұстанымдары туралы әсерлі әңгіме өрбіді. Жиынға қатысқан қыз-келіншектер мен жастар тағылымға толы естеліктерді қызыға тыңдап, өздерін толғандырған сауалдарын қойды. Кездесу барысында Зейнеп Ахметова қазақы тәрбиенің өзегінде үлкенге құрмет, кішіге ізет, отансүйгіштік пен адамгершілік қасиеттер жатқанын атап өтті. Ол Бауыржан Момышұлының өнегелі өмір жолынан мысалдар келтіріп, ұлттық болмысты сақтаудың бүгінгі қоғам үшін аса маңызды екенін жеткізді. Алты алаштың ардақтысы болған иісі қазаққа ортақ ұлы тұлғаның қолына су құйып шайын қайнатқан адам ретінде мені де тәбәрік көреді. Маған тиіп атқан сол атаның шарапаты, халықтың атаға деген ілтипаты, сүйіспеншілігі, махаббаты, соның ұшқындары маған да тиіп атқан. Ал оны көтеріп жүру оңай емес. Тағылымды басқосу еркін пікір алмасу форматында өтіп, қатысушылар рухани құндылықтар төңірегінде ой бөлісті. Бұл кісі өзінің өмірінен жазады. Өмірінде жаңағы Бауыржан Момышұлыменен кездескен сәтінен бастап, ол кісінің әрбір отырыс-тұрысынан, алған өзінің тәрбиесінен, анадан алған өзінің тәрбиесінен, өмірінде қажет болған нәрселердің барлығын анасынан үйренгендігін көп айтады. Сол мына жастарға үлгі деп ойлаймын. Халықтың ардақты перзентіне келін болып, сол үйдің бесігін тербеткен жан бүгінде алты алашқа аяулана болып отыр. Айта кетейік, Зейнеп Ахметова Шуақты күндер, Күре тамыр сынды бірнеше құнды еңбектің авторы. Ол өз өмірін даңқты бабаның отын өшірмеуге арнап қана қоймай, ұлттық салт-дәстүр мен қазақы құндылықтарды насихаттаған бірегей тұлға. Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.